Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, информатика пәнінен ұлттық тестілеу орталығының, яғни пробный тестированиясын тапсырдық, 7 нұсқасын. Соның бір нұсқасымен сіздерді таныстырып өтейін. Бірінші сұрақ санның разрядтылығын үлкейтетін бөлік. Яғни суретке қарап отыратын болсақ, бізге үшінші сурет тең келіп тұр, яғни Д варианты бұл жерде дұрыс. Д варианты дұрыс болды. Енді келесі ақш-та пайда болған бірінші буынның компьютері. Бұл жерде біз С варианты дұрыс болады. Келесі кеш жадының деңгейінің саны. Яғни кеш жады 3-ке бөлінеді. L1, L2, L3 бұл. А нұсқасын дұрыс деп белгілейміз. Сырттан мәліметтер қорын импорттау үшін командалар. Яғни бұл данные болады. Данные получения внешних данных. Б нұсқасы дұрыс болады бұл жерде. Келесі MS Office ауыстыру заменит қызметін пайдалануға болатын пернелер комбинациясы. Бұл жерде бізде бұл қате болды. Яғни А нұсқасы дұрыс болды. Компьютер түсінетін тілде жазылған командалар мен нұсқаулар жиынтығы программа, яғни А жауабы нұсқасы деп айтыппын. Жалдың сұрақта А жауабы дұрыс болады. Есептеу техникасын даму тарихына сәйкес интегралды схема қолданылған буын. Яғни бізде бірінші буында электрон шамдар, екінші буында транзисторлар, ал бізде үшінші буында осы интегралды схема қолданылған екен. Келесі CSS парағын HTML бетке жалғау үшін бізде линк, яғни Б жауабы дұрыс. Сандық деректерді енгізетін функция. Бұл жерде көрдіңіздер, мына жерде жақшалар дұрыс емес, яғни Д жауабы дұрыс болады. Ақиқат кестесінің нәтижесі. Бұл жерде кесте құратын болсақ, А көбейту, бұл жерде И Б-ның терісі. 0-ге көбейтеміз. Бұның терісі 1 болады, тен 0. Келесі 0-ге көбейтемін. 0-ді тен 0 болады. Үшінші 1-ге көбейтемін. Бұның терісі 1 болады, тен 1 болады. Төртінші 1-ге көбейтемін. Бұның терісі 0 болады да. 1-ге 0-ді көбейтсек, 0 болады. Сонда 0, 0, 1, 0 деген жауап Б. Жауабы дұрыс болады екен. Келесі суретке әсер беру командасы. Бұл жерде эффект. Келесі компьютер әрбір желіге қосылған сайын оған қызмет ететін провайдер компаниясы бір ғана мекен-жай тағайындап беріп отыратын IP мекен-жай. Ол статикалық түрі, яғни екі түрі болады, статикалық, динамикалық. Келесі векторлық графикалық редакторлар. Бізден Adobe Paint дегеннің барлығы растрлығы, ал векторлық фотобрашпен Corel Draw, яғни Б жауабы дұрыс. Сымсыз байланыс желінің түрі ол Wi-Fi екен. Бұл жерде CSS стилі қандай стильге жатады деп сұрақ қойыптыр. Яғни бізде линк, мына жерде линк қолданып тұр. Линк қолданса, бізде ол сыртқы стильге жатады екен. Келесі, бұл жерде біз қате белгілеппіз. Негізі екінші шартты орындау үшін қолданатын салыстыру операторы және немесе. Абзац экранның оң жақ шеті бойынша туралау тегі, яғни оң жақ дегенде бізде right қойы, яғни жауабы дұрыс келеді екен. Left болса сол жақ, center болса ортасына туралайды екен. Ақпарат арналары биологиялық және техникалық болып екіге бөлінеді. Екі видеоның қиылысында қолданылатын эффект ауысу, яғни переходтар. Алғашқы сымсыз желі пайда болған жыл 20 ғасырдың 30 жылдар.
программа фрагментінің орындалу нәтижесі. Бұл жерде ешқандай өзгеріссіз дәл өзін қайталап шығады, яғни С жауабы дұрыс. Ақпаратты шифрлау әдістері туралы ғылым криптография. Сипаты бойынша сақталатын ақпараттың мәлімет қоры. Бұл жерде фактографиялық және құжаттық болады. Мына жерде бізде қате кеткен. Келесі А тең 1, Б тең 8 болғанда есептің нәтижесі. Бұл жерде бізде А 11 болса, 11-ді 2-ке қалдықсыз бөлсек 0 шықпайды, қалдық қалады. Сондықтан біріншісі орындалмайды да, екіншісі, яғни бізде print К беріліп тұр екен ғой. К-ға А мен бұны қоса саламыз, сонда 19 болады, 11-ге 8-ді қоссақ. Құжаттағы тақырыптар тізімі мәтіндік құжаттың құрылымдық элементі. Яғни тізім десе бізде мазмұндайы ақылы жасалатын резервтік көшірме жасау түрлері интернет және бұлттық қызмет. Ақылы түрде болады екен, бізде бұлттық қызмет. Қызыл түс RGB жазбасы. Бұл жерде мысалы R дегеніміз ол red қызыл, G дегеніміз бұл бізде green деген жасыл. Енді blue'міз ол көк. Бізде мына жерде қараңыздар. Жасылда 0 тұр, бірінші дұрыс жауапта. Көкте 0 тұр да, қызылда 255 тұр. Яғни қызыл түске біз осы А жауабын белгілейді екенбіз. Санау жүйелерінің топқа бөлінуі, яғни 2-ке бөлінеді. Позициялық емес. Позициялық емеске рем цифрларын жатқызамыз, ал позициялық санау жүйелерінің өзі түрге бөлінеді. Санау жүйелері негізі 2-ке бөлінеді. Ақпараттың бұрмалануы немесе жоғалуы салдарынан қолданушыға орны толмас зиян келтіретін кез келген ақпаратты қорғау, яғни бұрмалануы десе біз ақпараттық қауіпсіздік дейміз. Формула жазу барысында қолданылатын ұяшық қатар бағандар адресі ол сілтеме. Хабарламаны 0 және 1 символдарының көмегімен жазуға арналған код екілік код екен. Тізімнің соңына X элементін қосатын функция append функциясы. Процессор мен жады арасындағы ақпарат алмасу жүзеге асырылатын және перифериялық құрылғылармен байланыс орнатылатын негізгі магистраль ол жүйелік шина деп аталады екен. Есептеуіш техникасында ең көп пайдаланылатын код ASCII коды. Әрқайсысы өз кіріс салмағының дәрежесіне ие болатын нейрондар арасындағы байланыс синапс екен. 16-лық санау жүйесінде E-нің 10-лық санау жүйесіндегі маны. Яғни бізде 10-нан басталады, 10 А-ға тең, 11 Б-ға тең, 12 С-ға тең, 13 D болады, 14 И болады екен, 15 F. Яғни 14 дұрыс болады. Енді бізде деректер қорының өрісінде орналасқан белгілі қасиеті жазылған кесте қатары. Яғни деректер қоры жөнінде контекстте сұрақ келді. Яғни бізде қатар десе біз жазба белгілейміз, ал егер де баған десе өрісті белгілейміз. Мысалы келесі сұрақта бағаны көрсеттір, бұл жерде өрісті белгілейдікеміз. Кесте мен сұраныс деректерін енгізу, бейнелеу және түзету әрекеттерін орындау үшін қолданушы интерфейсін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін нысан бұл форма. Яғни түзету әрекеттері десе біз форманы белгілейміз. Деректер қорының кестелер арасында байланысты ұйымдастыру және деректердің тұтастық туралы шектеулерді сақтау үшін қолданылады. Бұл сыртқы кілт. Бұл жерде мына жерде шартқа қарап отырып есептейсіздер ғой, 2-ні белгілеппіз біз. Браузер атауын көрсететін тег ол title. Бір бағанда 2 іргелес ұяшық, яғни баған бойынша
баған бойынша біріктіру бізде колспан, ал жол бойынша біріктіру ролспан болады. Келесі сұрақта жолды біріктіру, ролспан болады. Яғни жол ұяшықтарындағы мәліметтерді туралау. Туралау деген былай оңға, шетке, солға туралауды айтып жатыр ғой. Кесте жиегінің енін пиксельдерге орнату. Жиек десе уже бізде бордер екен. Сәуір айында аттестациядан өтетін барша ұстаздарға сәттілік тілеймін.